Сәлеметсіңдер ме қыздар, менің тоқыма тоқып үйренейік каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз әдемі бір өрнекті тоқып үйренетін боламыз. Алдымен ыңғайлы жіп алып және қолдарыңызға бізді алып, қажетті ілмекті алсаңыздар болады. Без разница қанша ілмек өзіңізге ыңғайлы, сонша ілмек алсаңыздар болады. Міне қыздар, менің бізімде 15 ілмегім бар. Енді бірінші жолды тек қана оңғып тоқып шығамыз. Қыздар, оң тоқу әдісі менің осы YouTube каналымда бар. Бірінші қатарды тек қана оң тоқимыз. Ешқандай өзгешелік жоқ. Енді соңғы ілмегімізді теріс тоқимыз. Ең соңғы ілмек теріс тоқылады. Міне бұл бірінші өрнектің бірінші қатары бітті. Енді екінші қатары ар жағынан қарасаңыздар, міне бұл теріс болып түсті ғой. Осы жерде міне өрнектің ең керемет жері басталады қазір. Міне екі ілмектің ортасында бізді жібереміз. Міне бұлай жібімізді тартамыз. Жұмыс жібімізді ұзынырақ қып воздушный петля іліп аламыз және мына ілмекті оң тоқимыз. Міне осылай екі ілмек ортасынан жіпті тартып аламыз, ұзынырақ қып воздушный петля және оң. Міне осылай қатар соңына дейін қайталанады. Міне қыздар, ең соңғысын алып жатырмыз. Ал бұл ілмекті біз теріс тоқитын боламыз. Сонда екі шеті әдемі шығады. Енді жұмыс қолымыз ауысты. Үшінші қатарға көтерілгенде қыздар өте қызық. Жаңа қалған бізіміз. Бізге біріншісін жұмысты іліп алдық. Енді бірден үш ілмекті оң алатын боламыз. Міне көріп тұрғандай видеодағыдай. Бірден үш ілмекті бірден, егер жұмысты жаңағы жұмсағырақ тоқысаңыздар, ортасынан үш ілмекті алып өте оңай болады. Осыны байқаңыздар. Мен жұмыс кішкене қаттырақ болғанда ортасынан үштен алу өте кішкене қиындау болады. Ал одан кейінгі өрнектер жылдам кетеді. Міне үш ілмек оң алынады. Бұл жұмыс соңына дейін, ал соңындағы ең соңғы ілмекті ұмытпай ғана теріс тоқыңыздар. Міне қыздар, үшінші жолды да біз аяқтадық. Соңғы ілмегіңізді ұмытпай теріс алаңыздар. Енді төртінші соңғы жол ар жағына ауыстық. Міне бірінші рельефті узорымыз шықты. Әдемі көрінеді қыздар. Енді осы біріктіріп алдық қой бағанағы үш ілмекті. Енді суретте қалай теріс тұр, барлығын теріс тоқимыз. Ең соңғы ілмекті де теріс тоқисыздар. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ.
Біз бірінші рапорт, яғни бірінші көрінетін ілмекті бітірдік. Енді тағы да жол екінші рельефті қайталау үшін алдымен бір қатар оң тоқимыз. Қыздар, ұмытпаңыздар, бірінші қатар оң кетті. Енді соңғы ілмегіміз теріс. Енді екінші өрнек қой бұл. Іліп аламыз. Бағанағыдай екі ілмектің ортасынан суырамыз. Жібіміз воздушный петля және оң тоқыма. Екеуінің ортасынан жіп тартып аламыз. Воздушный петля және оң тоқу. Міне осылай қыздар қайталана береді. Жұмыс соңына дейін. Ең соңғы ілмегіміз теріс тоқылады. Оны ұмытпаңыздар. Міне қыздар, екінші рельефті узорымыз шықты. Өте әдемі шығады. Қалың жіптің өзінен де бұл қалыңдық беріп тұр. Өте әдемі. Теріс жағы теріс болып түседі. Яғни бұл бір жақты көрсетіліп тұрған бір жақты өрнер. Яғни односторонний узор деген сияқты. Міне бағанадан бері басқасын жалпағынан көрсетіп тұрмын. Бірнеше жол рельефті узор. Өте әдемі. Бұдан сіздер басқа да әртүрлі заттар тоқсаңыздар болады. Екінші жағы міне теріс болып тұр. Жұмсақ. Мен жіңішке жіптен тоқыдым бұл қоңыр жіпті. Жіңішке жіптің өзінен бұл қолға қалың болып, әдемі болып түседі. Қатты емес, жұмсақ. Менің қыздар каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да өрнектер үйренетін боламыз.